Бүгін сіздерге дәмді тоқаштың жасалу жолын ұсынамын. Егер де видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Ең алдымен біз жылы суымызға жылы сүтімізді құйып, 100 грамм қант қосып, бір ас қасық ашытқымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң 10 минуттай кішкене қойып қоямыз. Одан кейін бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның ақ уызын қосып, сары уызы бізге қажет болады. 20 мл сұйық майымызды, 20 граммдай сары майымызды қосамыз. Және шым-шым ванилин қосамыз, жарты шай қасық тұз қосамыз және ұнымызды аз-аздан осылай біртіндеп саламыз. Ол біздің тоқашымыздың жұмсақ болып пісуіне қажет. Ұнымызды осылай аз-аздан салып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп, осылай бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. 30 минуттан кейін кішкене осылай басып, қайтадан бетін жауып, тағы да жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Міне біздің тоқашымыз, қамырымыз осылай көтерілді. Енді оларды кішкене бөліктерге бөліп, тоқашымызды жасайтын боламыз. Осындай домалақ етіп, мөлшерлеп кесіп домалақтап аламыз. Бір 10 минуттай тұрғаннан кейін тоқашымызды жасауды бастаймыз. Осылай иіріп алып, ортасынан шетке қарай иіріп аламыз да, бір жағын ұстап тұрып, бір жағынан иіреміз. Бұл кезде осындай кәдімгі тоқаштар дайын болады. Неше түрлі етіп әдемілеуге де болады. Тоқашымызды 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Одан кейін пештен шыққаннан кейін кішкене суытамыз да, бетіне осындай жылтырату үшін бір жұмыртқаның сары уызын, бір шай қасық қант және кішкене қара шай тамызып осылай жағамыз. Сонда тоқашымыз жылтырап әдемі болады. Тоқаштарымыз дайын ас болсын.